Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін анам үйреткендей балалық шақтың дәмі пәтір нан жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы айран, бір дана жұмыртқа, шым-шым тұз, разрых етел 18 грамм және де 3 ас қасық сары май, сұйық май қажет болады. Осылай онда сүйе отыра жақсылап қою масса жасап аламыз. Енді кішкене қоюланғаннан кейін қолдың көмегімен кішкене орташа тығыздықта жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Барлық құрамдарын описание бөлімінде нақты өлшемдерін жазатын боламын. Қамырды ұзақ уақыт, примерно 1-2 сағатқа сындырып қоясыздар. Кішкене көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қалдырамыз. Осы сәтте сырды алып теркадан өткізіп, бұл енді салмасына. Негізі пәтір нанды осылай ішіне сыр қосып жасасаңыздар да болады, немесе сыр қоспай әшейін пәтір нанның өзі де дәмді шығады. Менде сыр болғандықтан арасына қосуды жөн көрдім. Осылай жасасаңыздар да болады. Және де 2 дана жұмыртқа. Егерде сіздерде 2 болмаса, 1 дана жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Және де 3 ас қасық ұн қостым. Және де менде негізі барлығы 5 дана пәтір нан шығады, бірақ біз 2 данасын уже пісіріп жеп алған едік. Сіздерге осы 3 данасын көрсетейін. Жаңағы сырда барлығына толық жетеді. 5 дана пәтір нанға толық жетеді начинкамыз. Кішкене осылай ұнның көмегімен домалақтап алдым. Қамырымыз әбден тынып, 2 сағаттан кейін осылай бөлшектерге бөліп, осылай жайып шамалы. Жаңағы ортасына сырды салып, осылай қолмен жақсылап бекітетін боламыз. Жақсылап бекіту қажет. Қамырымыз 2 сағаттан кейін өте жақсы көтеріліп, жақсы тынығып, жақсы піседі. Сондықтан міндетті түрде 2 сағатқа қалдыруды ұмытпаңыздар.
осылай оқтаудың көмегімен табаның көлемінде етіп жайып шықтым. Осы сәтте табаны қыздырып, пәтер-нанымызды салып, бетін жауып, бір 4-5 минутқа қызарғанша қалдыратын боламыз. Міндетті түрде табаны майламаймыз. Майлауды қажет етпейді, жай ғана қыздырсаңыздар жеткілікті. Бетін жауып қою міндетті, себебі будың әсерінен кішкене көтеріледі. Осы сәтте менде үйде қаймақ болғандықтан бетіне кішкене қаймақты жақтым, дәмді болады өте. Сіздерде қаймақ болмаса, домашний қаймақ жаққан едім. Сіздерде қаймақ болмаса, сары маймен бетіне жағып отырсаңыздар болады. Жақсы дәм береді. Пәтер-нанды бала кезімізде анамыз көп жасайтын, дәмі де өте күшті, ерекше шығатын. Сіздерде жасап көріңіздер міндетті түрде. Өте дәмді шығады. Шаймен жегенге өте балғын, жұмсақ, свежий болып күшті шығады. Әсіресе маған тіркеліп, қоңырау басып, комментарий жаза кетіңіздер. Әсіресе жаңағыдай нан болмай қалған кезде жазсаңыздар өте күшті. Үйде кішкентай балалар болса, тез желініп кетеді. Осылай кішкене қолдың көмегімен барлығы біркелкі пісу үшін арасына осылай айналдырып қойсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Маған тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде. Мен үшін үлкен қуаныш. Тіркеліп кетсеңіздер, қазақша контенттің дамуына үлес қосасыздар. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осылай әр алған сайын бетіне қаймақ жағып отырдым. Дәмі деген өте күшті болған. Жасап көріңіздер. Дрожжды да қажет етпейді. Разрыхителдің барлығын қосасыздар. Сонымен жақсы көтеріліп піседі. Мына арасы да өте жақсы піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.